Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Маржан. Бүгін сіздерге фаршированный рулеттің рецебін ұсынбақшымын. Ол үшін алдымен 100 грамм сырды теркадан өткізіп аламыз. Үстіне 3 жұмыртқа, 3 ас қасық ұнтақ жармасын және де 3 ас қасық майонезді қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, массамызды салып, тегістеп, жұқа етіп жайып шығамыз. Және де алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Омлетіміз осындай болып пісіп шықты. Енді осыны ыстықтай пергаментімен бірге рулет етіп орап қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Тартылған етке алдын ала қуырып алынған бір пиязды дәміне қарай тұз, бұрыш салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Видеодағыдай етіп, 2 қабаттап фольга төсеп дайындаймыз. Үстіне суыған омлетімізді жайып, бетіне салмасын салып, салмасын тегістеп жұқалап омлеттің бетіне жайып шығамыз видеодағыдай. Және де рулетімізді өте тығыз етіп ораймыз. Сыртын фольгамен қаптап, алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста тағы да 30 минут шамасында рулетімізді пісіріп аламыз. Рулетіміз пісіп, толықтай суыды. Енді фольгасын шешіп, рулетімізді турап, дастарханымызға ұсынамыз. Сіздермен бірге болған Маржан. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын.